Мен Бектоғылова Назира Мақұлбекқызы, Жамбыл облысы Меркі ауданы Иван Трубицын атындағы номер 17 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Ұстаз шам сияқты жарық шашуы және шәкірттерін жағуы тиіс деген тұжырыммен көптеген үздік шәкірттерді тәрбиеледім. Кез келген мұғалімнің жемісі шәкірттерінің жетістігі. Мектеп қабырғасындағы үздіктер жаңа Қазақстанның тынысы. Оны қалыптастыруда мұғалімдерге артылған міндет те жауапкершілік те орасан. Шәкірттерімнің олимпиадаларда, түрлі білім сайыстарында топ жаруына себеп болған басты қағида бар. Ол инновациялық мүмкіндіктерді рухани байлықпен үндестіру шеберлігі. Ел өркендеуі мен жаңа Қазақстанды қалыптастыруда мұғалімдердің ерен еңбек етуі маңызды. Сол үшін де педагогикалық қызметтегі менеджмент, лидерлік қасиеттер кез келген балгердің биіктігіне тосқауыл бола алады деген ойдамын. Өйткені оның бастауында ең әуелі мамандыққа деген махаббат һәм адалдық бар. Адалдық пен махаббатты аса талап ететін біздің мамандық дара даңғыл. Сол даңғылдың бойында белгілі міндеттер мен мақсаттар мұғалімдерді әрдайым нәтижеге жұмыс істеуге бейімдейтіні сөзсіз. Осы негізде қалыптасқан ұстаздық жолдағы кредом Дана Абайдың ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген өлең жолдарындағыдай әр кез ізденіспен үйрену және үйретуден жалықпау.